Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен грузин асханасынан осылай керемет болып шығатын хачапури дайындайтын боламыз. Бұрын соңды дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер, және де видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға өлшеніп алған ұнымызды саламыз, үстінен тұз, және де көтерілген дрожжамызды, жылы сүт, және де сұйық майымызды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды осылай жұмсақ қылып илеп алғаннан кейін бетін жауып, жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтеріліп шыққан қамырды оқтаудың көмегімен осылай жұқа етіп жайып аламыз. Думалақ формаға келтіріп аламыз. Және де үстінен үкіштен өткізілген сырды осылай тегістеп барлық жағына жайып шығамыз. Және де екі шетін осылай орап аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып орап аласыздар. Және де үстіңгі төменгі бөліктерін осылай тығыздап түйіп аламыз. Түйіп алғаннан кейін листімізге орналастырамыз. Осы орналастырып алғаннан кейін үстінен жұмыртқамызды жағып шығамыз. Және де алдын ала қызып тұрған пеште 160-180 градустарда пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққаннан кейін барып, үстіне бір шикі жұмыртқаны салып жібересіздер. Мінекей осылай болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.